Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 5-ші сабақ дыбыстар мен әріптер тақырыбын өтетін боламыз. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу: суретке қара, мәтінді түсініп оқы. Кәрім сырғанаққа келді. Қарап тұрса, өзінен кіші ешкім жоқ сияқты. Ол төбешік басына көтеріле бастады. Жол тайғақ екен. Мұны байқаған бір бала оны жоғары жетеледі. Төбеге алып шықты. Енді шанаңа отыр да зымырай бер, деді. Кәрім жүрексініп біраз тұрып қалды. Сәлден соң шанасымен төмен қарай солай жөнелді. Мәтіннің авторы Ермек Өтетілеуұлы. Балалар, енді осы мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: Кәрімнің сырғанаққа келгені туралы бөлікті тауып оқы. Кәрімнің сырғанаққа келгені туралы бөлік ол мәтіннің бірінші бөлігі, иә? Кәрім сырғанаққа келді. Қарап тұрса, өзінен кіші ешкім жоқ сияқты. Ол төбешік басына көтеріле бастады. Жол тайғақ екен. Мұны байқаған бір бала оны жоғары жетеледі. Төбеге алып шықты. Мінекей балалар, бұл бөлігі Кәрімнің сырғанаққа келуі туралы бөлік болып табылады. Екінші сұрақ: балалардың қысқы ойыны туралы әңгімеле. Қыста балалар далаға шығып, қармен ойнағанды жақсы көреді, иә? Олар аққала жасап, шанамен сырғанайды. Бір-бірімен қарап, атысып, яғни қармен атысып, ойнайды, иә? Суық болса да, балалардың күлкісі мен қуанышы қысты одан әрі қызықты ете түседі, иә? Мінекей балалардың қысқы ойыны осылай өтеді. Олай болса, келесі екінші жаттығуға назар аударыңыздар. Екінші жаттығу: орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз дейді. Балалар сырғанақ тепті. Олар жылы киінді деп, орны ауысқан сөздерді орындарына қойып, осылайша сөйлем құрап жазамыз. Үшінші жаттығу: әріптерден қыс айларының аттарын құра. Оларды ретімен ата. Балалар, қыс айларының аттары: 1 желтоқсан, 2 қаңтар, 3 ақпан. Мінекей осы 3 айды біз қыстағы айлар деп атаймыз. Олай болса, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.